Саламатсыңдар ма, балаларым? Мен бүгін сендерге айтып беретін ертегім Алдар көсе және Жартыбай атты ертегіні назарларыңа ұсынамын. Ерте заманда Жартыбай деген бай болыпты. Ол қарапайым халықтың жұмыс жасатып алып, ешқандай еңбек ақыларын бермейді екен. Күндердің күнінде жаңа қарапайым халықтың арасына Алдар көсе келіп қалады. Алдар көсе жаңағы отырған үлкен жиында кәдімгі халықтың ертегілерін айтып отырған жерінде келіп қалады. Сол кезде айтқан екен қарапайым халық: сонша біздің елде Жартыбай деген бай бар, бізді жұмсап алып еңбек ақымызды бермейді деп. Сол кезде Алдар көсе естіп алып, ұзақ күндер жүріп Жартыбайдың еліне келеді. Сол кезде Жартыбайға келіп, Жартыбай екі өгізді соқаға қосып алып, жерді жыртып қиналып жүрген екен. Сол кезде келіп: ассалаумағалейкум, Жартыбай аға, сізге келіп қалдым көмектесуге дейді. Сол кезде сонша қиналғандығы қуанып кетіп, екі өгізін беріп, қалған жерді мен жыртамын деп жыртқан екен Алдар көсе. Сол кезде шаршағаны соншалықты Жартыбай ұйықтап қалады. Сол кезде осы елдің қарапайым халықтың ақсын жегенін алып берейін деп Алдар көсе екі өгіздің құйрығын кесіп алып, жерге көміп, екі өгізді қырме айдатып жібереді. Сол кезде барып байды тұрғызған кезінде Алдар көсе: тұрыңыз, тұрыңыз, демалдыңыз ба деп сұраған кезінде атып тұрып: я, демалдым, жерді жыртып болдың ба деген кезде Алдар көсе айлакерлігін асырып, сол кезде халықтың жағдайын ойлап: тұрыңызшы, мына соншалықты мына екі өгіздің шаршағандығынан екі өгіздің жаңағы құйрығы қалды, екеуі жерге сіңіп кетті дейді. Сол кезде сонша құныққан Жартыбай айтады: өтірік айтпағын, қалай жерге кетеді екі бұқам менің деп, жаңағы жөгіріп барып қараса, екі бұқаның екі жерде құйрығы тұр екен. Соны тартып алам деп алған кезінде шалқасынан түсіп Жартыбай бұлай көрсе ешқандай жерде өгіздің ешқандай ізі көрінбейді. Қалай дейді? Бұл құдіреті күшті Алланың құдіреті ғой, сіз менен сенбей тұрсыз, мына құйрығы қалай көрдіңіз ба деп. Сол кезде Алдар көсе айлакерлігін асырып, байды алдап, қарапайым халықтың ас суы мол болсын, бір тойсыншы деп халқына жағдайын жасап берген екен. Сол кезде Алдар көсеге Жартыбай сеніп, мен бұдан кейін барып ойланып, жұмыс істеген қарапайым халықтың алдағанымды, қинағанымды көрген екен ғой деп, өзіне өз ішінен ендігі жұмыс істеген қарапайым халықтың еңбегін жемеуім керек екен деп, Алдар көсеге енді басқа тіршілігімді жасаймын деп айтқан екен. Осымен ертегі аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.